Бүгін біз Мәди екеуміз адамзаттың асыл тәжі деп аталатын Мұхаммед пайғамбардың өмірі туралы кітапты бастағалы отырмыз. Әуелі кішкене мен оқиын, содан кейін Мәди жалғастырады. Мәди мұқият қарап отыр. Ғибрат ғұмыр. Адамзаттың асыл тәжі екі дүние пайғамбары Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екендігі даусыз. Ол өзіне дейінгі бүкіл пайғамбарлардың жоғары қасиеттері мен ұлы жолын жалғастырушы, толықтырушы әрі тәмамдаушы ретінде келді. Ол келмес бұрын дүниенің халы мүшкіл, адамзат өмірі түнекте болатын. Оның нұры күллі ғаламға сәуле болып төгілді. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам күлуімен көңілдерді перделеген қараңғылық серпіліп, саналарды тұмшалаған тұман сейілді. Иман кәусарына қаныққандар жаратылыстың мәнін ұға бастады. Небары 23 жыл ішінде ол екі дүниеде өшпейтін, өлмейтін киелі мұра қалды. Арадан 14 ғасыр өтсе де, оның мирасын жүрек түкпірінде сақтаған түрі мен тілі басқа 1,5 миллиардтан астам үмбетінің қатары күннен күнге көбейе түсуі осының айғағы. Оның үмбеті күн сайын есімін атап, оған салауат айтып қана қоймай, өмір жолын, мінез құлқын өнеге етіп келеді. Әрбір адам өз бойынан табылуын қалайтын сабыр, ұстамдылық, қанағат, дархандық, кішіпейілдік, батылдық сияқты көркем мінез құлақтар бар. Бұл адамды нағыз адам ететін асыл қасиеттер, ардақты қасиеттердің әсем мінез құлықтың барлығы бойынан табылатын өнегелі тұлға екі дүние пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екендігіне шүбә келтірмейтініміз ақиқат. Оның жоғары керемет көркем мінез құлық иесі екендігі Алла тағаланың қасиетті кітабы Құранда болайша сипатталады. Шүбәсіз сен теңдесі жоқ ұлы көркем мінез құлыққа иесің. Не туралы айтылды? Ояқта ғибрат ғұмыр туралы айтылған, Мұхаммед пайғамбар туралы. Ол не істепті? Ол не бар 23 жыл ішінде екі дүниеде өшпейтін, өлмейтін киелі мұра қалдырды дейді. Ол бүкіл пайғамбардың өмірін жалғастырған пайғамбар. Ол Алланың сүйікті елшісі. Алла тағаланың қасиетті кітабы Құранда ол былайша сипатталады. Шүбәсіз сен теңдесі жоқ, ол көркем мінез құлыққа иесің деген екен Қалам сүресінде 4-ші аятта. Құран. Шүбәсіз Алла елшісінде сендер үшін әрі Аллаға және ақырет күніне бар үмітін артқан, Алланы және ақырет күнін жан тәнімен қалайтын һәм Алланы көп еске алып, оған көп құлшылық ететіндер үшін қай жағынан алсақ та теңдессіз үлгі өнеге бар. Ахзаб сүресі 21-ші аят. Деу арқылы барша мұсылмандарды одан үлгі алуға үндейді. Кімнен? Кімнен үлгі алуға? Әрине Мұхаммед пайғамбардан үлгі алуға. Шындығында да оның парасат пайымы, өмір жолы, сөзі мен әрбір әрекеті біз мұсылмандар үшін таптырмас үлгі. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің өзі де мен тек жоғары көркем мінез құлықтың үлгісін көрсету үшін жіберілдім деп, бұл дүниеге келу мақсатын нақтылай түседі. Оның мінез құлқын Алла тағала мадақтаған, өзіне дейінгі діндерді тамамдап толықтырушы, исламның негіздері жазылған Құранды түсірген кезде ондағы айтылғандарды іс жүзінде адамзатқа паш ету үшін Алла тағала Мұхаммед пайғамбарды таңдаған.